Сәлем ботақандар, қалдарың қалай? Бүгін менің анашым маған мынандай сыйлық сыйлады. Қалай ойлайсыздар, ішінде не бар? Қазір біз бұны анықтаймыз. Қараңдар, бұл мынандай әдемі сегіз аяқ екен. Қандай әдемі. Мен мұндай армандап жүруші едім ғой. Бұл қазір танымал ойыншық битек, ол аты жаман болып қалады. Ал битек көңілді болады. Атын қалай атасақ болады? Гоша десек, Орш ат болып қалады. Ал енді сіздер маған көмектесіңдер. Астына пікір қалдырыңыздар. Атын қалай қоямыз? Ал енді біз қандай контент түсірейік, қандай ойындар ойнайық? Астына комментарийға жазып кетіңдер. Сау болыңдар!